Өткенде қазір альхамдулилля 48-демін ғой. Осыдан 2 жыл алдым ғой, қызымды ұзататын кезде папамның, әкемнің әпкесі айтады да, сен просто ол жақты қабылдамадың, сен ол жаққа көнгің келмеді, ол үйдің заңына көнгің келмеді деймін да. Дейді да маған, әпкем айтады, сөйтіп мен өзім ашуым келеді да, мен неге олардың заңына көнуім керек деймін да, неге мен олардың әйелді таяқпен ұрсанған адам етесін, адам еткен таяқ деген заңына не үшін мен көнуім керек деп өзінен өзім ашуым келеді ғой. Әпкеме айта алмадым, бірақ сол кезде психолог емес едім, сол кезде бір ашуым келеді ғойшы. Тағы не деді, в общем, сол кезде ертерек, сол үйден ертерек кетіп қалғаныма, қайта мен ертерек кетуім керек еді. Мен ол үйде 10 жыл уақытым жайдан жай бостан босқа кетті деймін да мен. Сол кезде әлі күнге дейін сол әпкемнің солай айтқанына мен таң қалып жатырмын да. Өзінің мысалы мен қайынсіңлімді енем менің күйеуіме ұрғызатын, айтқан тыңдамаса мен ұрғызатын да, я. Өзінің қызына жаны ашмаған адамның маған жаны ашиды десер ме, ашмайды. Мен сол сөйтіп жүріп, менің әпкем солай айтады да маған. Сосын мен айттым да оған, сіз қазір соның қазіргі әйелдің жағдайын көргеніңізде маған олай айтпайтын едіңіз дедім. Сонымен негізі біз жас болдық қой, мен жас кезде дұға ететінмін да, енді өте үлкен проблемада жүрген, Аллахым, сол адаммен тынып кетейінші, сол адаммен тұрып кетейін, сол бізде бір адаммен тынып кет дейді ғой, сол адаммен тынып кетейін, мен қатты дұға ететінмін да. Қазір сол дұғамның қабыл болмағанына қуанам ғой. Аллаға шүкір, ол дұғамның қабыл болмағанына қуанамын. Қыздарымның ол үйде тәрбие алмағанына қуанамшы. Альхамдулилля, қыздарымды өзім әкеп өзімнің жеке тәрбиелегеніме қуанамшы. Ол үйде қыздарым тәрбие алғанда білмеймін қандай болып шығатында. Альхамдулилля деймін ғой, ол үйден кетіп, өзім бөлек шығып, өзім қызым бөлек тәрбиелегеніме қуанамын. Оңай болды деп айтпаймын. Маған бір өзіңе 3 баланы жеткізу оңай емес, ешқандай әйелге оңай емес та, оңай болды деп айтпаймын. Бірақ қазір альхамдулилля қыздарым жағдайы жақсы. Аллаға мыңда бір шүкірші. Сол үйден кеткеніме қуанамын. Аллаға мыңда бір шүкір. Сол үшін сенің туысқандарың әлі күнге дейін сізге айтуы мүмкін да, айтса айта берсін. Басы өзіңізге сеніңіз, өзіңіздің қауіпсіздігіңізді өзіңіз ойлаңыз.